Баршаңызға қайырлы күн, мен құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше үлгіде түйілетін песочный самсаның рецептісін ұсынғалы отырмын. Самса дастарханда өте ерекше, әдемі болып көзге түседі. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Ал ендеше бастайық. Таза ыдысымызға електен өткізілген ұн, қопсытқыш, тұзды салып, және бөлме температурасында осындай жұп-жұмсақ болып тұрған сармайымызды салып, песочный қамырымызды илей бастаймыз. Ал енді үстіне жұмыртқа мен қаймамызды салып, қамырымызды әрі қарай илей бастаймыз. Қамыр қолға жабыспайтын, бірақ жұп-жұмсақ болып шығады. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болды. Қамырымызды 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол аралықта салмасын дайындайтын боламыз. Салмасы үшін бізге кубик етіп туралған картошка, кубик етіп туралған жуа және ет тартқыштан тартылған ет қажет болады. Үстінен қалған дәмдеуіштеріңізді салып, дәміне қарай тұз салып араластырып аламыз. 10 минут өткен соң қамырымызды алып, теңдей 2 бөлікке бөліп аламыз. Бірінші бөлігін алып, осылай видеодағыдай дөңгелек етіп жайып аламыз. Қамырымыз міндетті түрде жұқа болып жайылуы тиіс. Мінекей осындай жұқалықта қамырымызды жайып алдық. Енді дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді описаниеда қалдыратын боламын. Описаниені көру үшін самса деген жазудың үстін басатын болсаңыздар, көре аласыздар. Егер сізге рецепт ұнаса, жасап көрген болсаңыз, WhatsApp арқылы достарыңызбен, туыстарыңызбен бөлісе кетуді ұмытпаңыздар. Достар, бұдан басқа менің каналымда тұздалған қиярды қалай жабу әдісі көрсетілген видео бар. Қазір жоғарыда сілтеме қалдырамын, сол сілтеме арқылы өтіп, көріп шықсаңыздар болады. Ал енді қамырымызға салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп аламыз. Пешті қыздырып, 120 градусқа қойып, 40 минутта пісіріп алдым. Сол кезде ішіндегі салмасы да қамыры да бірдей болып пісіп шықты. Ал енді самсаларымызды табамызға орналастырып, бетіне біркелкі етіп, жұмыртқаның сарысын жағып шығатын боламыз. Самсаларымыз одан да әдемі көріну үшін бетінен күнжіт септім. Күнжіт немесе мак себуге де болады. Дайын болған самсаларымызды қызып тұрған пешке салып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей осындай дастарханда ерекше, әдемі көзге түсетін, тәбет ашарлық самсаларымыз пісіп шықты. Барлық шеті бірдей қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Ал енді ішкі бөлігі қалай піскен екен, сіздермен бірге көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай ортасындағы салмасы да жақсы пісіп шыққан. Самса өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айсәуле. Каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.